Барша көрсін білсін, сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды. 22 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы. Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет мамандары алдағы дүйсенбіде елдің басым бөлігінде күн райы бұзылатындығын мәлімдеді деп хабарлайды madinportal.kz. Алматы және де Алматы облысының оңтүстігі менен таулы аймақтарында көктайғақ, тұман болады. Қонаев пенен Алматы қалаларында да түнде көктайғақ боп тұман түседі. Солтүстік Қазақстанда нағыз қыс қаһарманы міндеті. Петропавлда және де облыстың солтүстігі менен шығысында қар жауып, боран соғып, желдің екпіні секундына 23-28 метрге дейін жетеді. Көкшетауда және де Ақмола облысының басым бөлігінде қар ұшқындап, боран болады. Желдің екпіні 25 метр секундке дейін күшейеді. Шығыс Қазақстан және де Абай облысында, Семей менен Өскеменде жаяу бұрқасын соғып, тұман түседі. Өңірлерде қар жауу ықтималы. Желдің екпіні 23 метр секундке дейін жетеді. Батыс Қазақстан және де Оралда қар аралас жаңбыр жауып, жаяу боран және де көктайғақ болады. Тұман түсуі де ғажап емес. Оңтүстік өңірлерде, атап айтқанда Қызылорда, Тараз және де Жамбыл облыстарында тұман және де көктайғақ күтілуде. Таулы аймақтарында боран соғады. Орталық және де басқа да аймақтарда Қарағанды, Ұлытау, Павлодар, Қостанай және де Маңғыстау облыстарында тұман менен көктайғақ болады. Ақтауда күндізі көктайғақ болып, жел күшейеді. Жетісу облысында таулы аймақтарында қар жауып, Алакөл маңында қатты жел соғады. Синоптиктер жолға шығарда абай болуды, көктайғақ пенен тұман көру мүмкіндігін шектеп, жолды тайғақ ететіндігін ескертеді. Сондықтан мүмкіндігінше алыс сапардан бас тартқан жөн. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.